қалай бой өсіруге болады, яғни бой өсірудің құпиялары туралы айтатын боламыз. Болса кетіп бастаймыз. Негізі бой өсіруге әсер ететін ең мықты фактор генетика болып саналады. Яғни генетика бізде бірінші алады, одан кейін тамақ ішу, ұйықтау. Бірақ та достар, кейбір кезде болады. Кейбір адамдарда бой өсу тез болады, ал кейбіреуінде баяу, ал кейбіреуінде мүлдем болмауы мүмкін. Сол себептен сіз соны түсінуіңіз керексіз. Одан кейін біз бой өсіру туралы айтып отырмыз, және сол ғана ғой. Негізгі құпиясы ол сіздің өзіңізде, және де генетикаңызда, сол екеуіне ғана байланысты. Кейбір балалар тамақ ішпесе де, ұйықтамаса да, дұрыс ұйықтамаса да бойлары өсіп кетеді. Себебі оларда бір момент болады, яғни сол кезде организм жорстко өседі, тез өсіп кетеді, 15-16-17 жаста. Ал кейбір балаларда болса 18 жаста ғана оның өсуі мүмкін. Сол себептен достар, бұл жерде біздің түсінетініміз адам өзінің қай уақытта өсіп, қай уақытта не істейтінін сезіне білу керек. Одан кейін сол баяу өспейтін балалар туралы айтайын деп едім. Олар мынаны түсіну керек. Олардың бойлары мысалға 18, 20, 25, 30 жастағы кино звездаларын білесіздер ғой, олар өздерінің бойларына қарамай сол кинода түсіп отыр. Не себептен? Өйткені олар өзін қабылдай білді. Ал сен бойың одан ұзын ба? Яғни сен адам қалыпта, бір қалыпты сенің бойың ұзын деген сөз одан қарағанда. Ал қалғандардан қарағанда сен бойың сәл кішкентай болуы мүмкін. Ол нормально. Себебі бойлар соншама кішкентай болып отыр, яғни карлик гоблин дейді ғой. Оларға бала кезінде қаншама не айтса да, ол қазір актер болып жүр. Кейбіреу бодибилдингпен айналысып жүр, өздері сыртына қарамай. Себебі ол кісілер өздерін түсінді. Олар да адам мектеп уақытында мен генетикалық бір ауру болды. Ол гигантизм деген, ол наоборот бойы резко өсіп кететін балалар. Тапал адамдар, сондай бойы өте кішкентай адамдар, яғни олар білесіздер түрлерін жаңағыда көрдіңіздер, сіздің ондай болуы мүмкін. Ол кісілер бойды өсіру деп ойламайды, себебі олар түсінеді. Ал сен болсаң ондай адам емессің ғой. Сол себептен соны түсіну керек. Сосын мына жерде айтатыным, қыздар кішкентай кезде олар бойға қарауы мүмкін, бірақ өсе келе олар түсінеді бой екенін. Жігітті басқа жігіттерден айырмашылығы оның еркектігінде, яғни оның ойлауында, дұрыс ойлауында, шешім қабылдауында, бойында емес, ойында. Соны түсініп алыңдар. 14-15 жастағы балалар жазады, 13 жастағы. Мен бойым бірде 30, не істесем болады, өсемін, өспеймін. Айтып тұрмын ғой, мен саған, сен әлі кішкентайсың, сен кішкентай болғандықтан сенде айырмашылықтар болмайды. Кішкентай кезде барлық кішкентай болуы мүмкін. Бағана айтқандай, сенде баяу жүру мүмкін, тез өсіп кетуі мүмкінсің. Сол себептен саған тек қана күту керек. Сен просто барлығын дұрыс істе қазір. Ойын ойнама, дұрыс ұйықта, дұрыс тамақтан бол. Одан кейін сен міндетті түрде өсесің. Сосын оны ұмытпа, егер бойың сен сәл кішкентай болса айналғандардан, сен олардан біліміңмен мықты болуың керексің. Бағана айтқандай, ең бастысы бой емес, ең бастысы ми. Ал мен болсам, мынаны айтайын. Біз Қазақстанда, яғни Азияда өмір сүріп жатқандықтан біздегі әйелдердің бойлары орташа болады, яғни 2 метрлік ол европалықтарда, яғни олардың бойлары әлемдегі ең ұзын болып саналады. Ал азиялықтарда болса бойлары сәл орташалау болады. Сол себептен ешқандай да не жоқ, бой өсіру туралы уайымдаудың өте қатты қажеті жоқ. Каналға міндетті түрде тіркеліңдер, қандай видео керек екенін астына жазыңдар. Мен алда тағы да бір видеолар түсіретін боламын, өте пайдалы, сіздер мүлдем естімеген, өзім түсіне бастаған ақпараттармен бөлісетін боламын. Жаңа жыл жақындап қалды, яғни жаңа жыл басталады. Соған дейін біз 1000 подписчик жинаймыз деген ойдамын. Мен сол себептен осы видеоны түсіріп отырмын. Мені қолдау ретінде каналға тіркеліп кетіңіз. Олай болса, сау болыңыз.